Сәлем барлықтарыңызға, мен есімім Гүлімжан, Atomy компаниясының гауһар шеберімін. Бүгін сіздерді Atomy компаниясының маркетинг жоспарымен таныстырамын. Мен қазір осы компанияда белсенді, активно жұмыс жасап жатқаныма 1,5 жылдан асты. Осы 1,5 жыл ішінде мен осы компанияда айлық табысымды 1,5 миллион теңгеге дейін көтере алдым. Қазір кешеде көрсеткен болатым сіздерге табысымды. Мен қазір сіздерге жаңадан қосылған адамдарға тағы бір рет көрсете салайын. Мінекей 1,507,000 1 майдан 31 май аралығында түскен. Бұл мен сіздерге мақтанып көрсетіп тұрғаным емеспін. Бұл тек қана сіздерге осы компанияда шынымен де табыс бар екеніне сенбейтін адамдардың көзін жеткізу үшін, сол үшін ғана көрсетіліп тұрған дүние да, ойлап қалмаңыздар. Енді қараңыздар, бұндай табысқа шығу үшін ең біріншіден әрине күнделікті әрекеттер жасау қажет және компанияның бизнес жоспарын, яғни маркетинг планын біліп алу қажет. Көп адамдар маркетинг планды дұрыс түсінбейді, бұл жерде ақша жоқ екен деп 1-2 айдан кейін кетіп қалып жатады. Шын мәнісінде бұл компанияда ақша өте көп, бірақ жұмыс жасаған адамға. Қараңыздар, енді мен сіздерге қазір келесі бір слайдты көрсетейін, кеше тоже көрсеткен болатымын. Бұл DSN деп тұрады, Direct Selling News. Бұл американский сайт, портал. Бұл порталда, сайтта әлемдегі бүкіл MLM, яғни желілік, прямые продажи дейді ғой, тікелей сатумен айналысатын компаниялардың рейтингі. Қараңыздар, Atomy компаниясы бұл рейтингте 10-шы орында тұр. Бұл 2021 жылғы статистика бойынша. Atomy компаниясы әлемдегі ең мықты 10-қа кіреді. Бұл өте үлкен жетістік біздің компания үшін. Себебі біздің компания өте жас компания, бірақ өте қарқынды дамып келе жатқан компания. Мысалға, MV мен Atomy салыстырсақ, бұл әрине ата мен бала сияқты да, атасы мен немересі сияқты. Бірақ біздің Atomy жас болғанына қарамастан тез өте қарқынды дамып келуде. Осыдан 2 жыл бұрын, 2020 жылғы статистика бойынша, біз дәл осы сайттың статистикасында 12-ші орында тұратын боламыз. Біздің чаттыңыздары біледі, мен өз партнерларыма осыдан 1 жыл бұрын жібереттімін. Біз 12-ші орындамыз, әлемдегі 12 мықты компанияның біріміз деп. Бір жыл ғана өтті, қараңыздар, біз 2 сатыға жоғарыға көтерілдік. Керемет, мысалға, осы кризис, пандемия кейбір компаниялардың керісінше жұмысын нашарлатып, рейтингтар төмендеп жатса, Atomy компаниясы 2 сатыға жоғары көтеріліп тұр. Сондықтан біз осындай керемет, мықты, халықаралық, глобальный, жаһандық компанияда жұмыс жасап жатқанымыз мен үшін мақтанатын нәрсе. Сіздерде сондай ойдасыздар деген ойдамын. Енді қазір сіздерді Atomy компаниясының маркетинг жоспарымен таныстырамын. Қазір айнаға бұрайын. Экранды. Қазір 1 минут. Так. Сіздерге көрініп тұр ма бәрі? Қазір мені прекратить публикацию. Мінекей қараңыздар, қазір мен экранның арғы жағын өтейін. Кеше маркетинг планымен шыққан болатымын, бірақ кеше мен көп 1,5 айма 2 ай маркетинг планды айтпаған екем, осы прямой эфирға шығып, кеше айтқан кезімде шатасып кеттім. Структурасы болған жоқ маркетинг планның. Әр жерден бір жылқылап айттым. Бүгін енді сіздерге түсінікті қылып, қарапайым тілмен жаңадан қосылып жатқан партнерларға компанияның және мысалы компанияға бұрын тіркелген, бірақ бір орында тұрып қалған партнерларға сол түсінікті тілде жеткізуге тырысамын. Онда кеттік. Ең бірінші сұрақ, көбісін мазалайтын Atomy дегеніміз не? Көп адамдар түсінбейді Atomy'ді. Әсіресе сол сетевой бизнес бағытында жұмыс жасаған адамдарға Atomy компаниясы мүлдем түсініксіз. Себебі Atomy жаңа бағытта жұмыс жасап келе жатқан компания, новатор деп айтсақ болады. Atomy'ға дейін осындай модельде жұмыс жасайтын компания болмаған. Atomy сол жаңадан новая модель бизнеса дейді, бизнестің жаңа моделіне келген компания. Енді қараңыздар, оны қалай түсінуге болады. Ең біріншіден Atomy бұл оңтүстік Кореядан келген халықаралық интернет-магазин. Интернет-магазин дегенімізді бәріміз білеміз. Яғни сіз үйде отырып, телефоныңыз арқылы өзіңізге қажетті өнімдерді
тапсырыс беріп ала аласыздар. Бұл интернет-магазин. Интернет-магазиннің қандай мысалдарын білесіздер? Мысалға, мен өзім жақсы көретін интернет-магазин бұл Flip.kz. Мен мысалға дәптер, ручка, кітаптардың бәрі сол Flip.kz-тан аламын. Flip.kz бұл интернет-магазин. Atomy дәл сол Flip.kz, AliExpress, Amazon сияқты, Wildberries-та сол сияқты интернет-магазин. Бірақ Atomy'дің ол интернет-магазиндерден бір айырмашылығы бар. Ол қандай айырмашылық? Қараңыздар, Atomy'да сіз тек қана өнімді сатып алып қана қоймайсыз. Сіз осы компанияның өнімін қолданғаныңыз үшін, осы компанияның өнімі керемет деп, адамдарды осы интернет-магазинге шақырып, рекомендация ұсыныс жасағаныңыз үшін компания сізге ақша төлейді. Мысалы, Flip.kz-ті мен өте жақсы көремін. Мысалы, қазірде реклама жасап тұрмын, Flip.kz-ға. Бірақ Flip.kz менің ұсынысым бойынша, менің рекомендациям бойынша бүгін Flip.kz-ға мүмкін бір 5 адам тіркеледі. Бірақ одан маған Flip.kz ақша төлемейді. Себебі Flip.kz ол тек қана интернет-магазин. Atomy компаниясы бұл интернет-магазин, плюс мінекей халықаралық компания, сетевая компания. Сетевая компанияға жатқызғым келмейді Atomy'ді, бірақ бұл сетевая компанияның бір түрі. Яғни Atomy компаниясы интернет-магазин және сізге табыс беретін халықаралық желілік компания. Түсінікті деп ойлаймын барлықтарыңызға. Яғни сіз компанияға тіркелесіз, өнімдеріңіз қолдана бастайсыз. Егер өнім іске ұнаса, біз не істейміз? Жақындарымызбен бөлісе бастаймыз. Осындай кореялық бізге Atomy деген интернет-магазин келіпті. Тегін тіркелген соң сенде скидка пайда болады. Өнімдер өте жоғары сапада. Мысалға, қазір сіздерге көрсетем. Мысалы, витамины, заживательный кальций, GMP халықаралық сапа сертификаты бар деп осылай сіз адамдармен өзіңізге шынайы ұнаған өніммен бөлісе бастасаңыз Atomy'да, сіздің ұсынысыңызбен адамдар компанияға тіркеліп, өздері сол интернет-магазин арқылы өнімдерін сатып ала бастаса, сізге осы әрбір покупкадан сіз тіркеген адамдардың сіздерге ұпайлар түсіп отырады, балл етеді орысша айтқанда. Сіз сол ұпайларды жинақтап табысқа шыға аласыз. Яғни сіз тек қана компанияның өнімін қолданып қана қоймайсыз, сонымен қоса өнімді адамдарға айта отырып табысқа шығуға мүмкіндік аласыз. Сонда керемет интернет-магазин. Енді бұл интернет-магазинге қалай табысқа шығуға болады? Сұрақ, әрине басты сұрақ сол кезде. Табысқа қалай шығамыз? Қараңыздар. Мінекей, бағана айтқандай, бұл Atomy компаниясы екі бағытта. Қараңыздар, интернет-магазин және халықаралық желілік компания, сетевая компания. Бұл компанияға тіркелу абсолютті түрде тегін, абсолютті. Бірақ сіз өзіңіз бұл компанияға тіркеле алмайсыздар. Мысалы, көп адамдар қателік жасап жатады, өзім тіркеліп аламын деп ойлайды. Жоқ, сіз бұл компанияға тек қана осы компанияға тіркелген партнер арқылы тіркеле аласыздар. Енді бір маңызды жағдайды айтып кетейін сіздерге. Егер сіздер покупательдеріне тіркелгіңіз келсе, кез келген Инстаграмдағы Atomy'дің партнерін тауып алып, сол арқылы тіркелсеңіз болады. Но егер сіз бизнесқа келген, табысқа шығуға келген партнер болсаңыз, тіркелетін адамды зерттеңіз. Өйткені бизнес бұл жерде командалық бизнес Atomy компаниясында. Сіз бұл жеке адамның бизнес емес, бұл командамен жасайтын бизнес. Сондықтан сіз өзіңіз тіркелетін адамды зерттеңіз. Бұл адаммен сіз болашақта бизнес құра аласыз ба? Ойыңыз бір жерден шығамыз. Сондықтан бақылаңыз ол адамды бір аптадай. Мен солай сіздерге өзім ұсыныс жасаймын. Зерттеңіз ол адам. Егер сізге ол партнер лидер ұнап тұрса, сол кезде ғана бизнес партнер ретінде тіркеліңіздер. Тіркелу тегін, бірақ әрине тездетіп тіркелген дұрыс, өйткені бұл компания сетевая болғандықтан кім жоғарыда тұрады, енді соның жағдай жақсырақ деген сияқты. Сондықтан тез тіркеліп алуға әрекет жасаңыздар. Енді бұл компанияға адамдар екі бағытта тіркеліп жатады. Біріншісі бұлар жай ғана сатып алушылар. Міне, компанияның мына жерге жазып қойды, 80%, 90% деп айтады. Бұлар сатып алушылар, 80% сатып алушылар. 10-20% бұлар бизнес партнерлар. Біз бен сіз сияқты бизнесқа келген қатысушылар. Көріп тұрсаңыздар, сатып алушылар өте көп, себебі компанияның продукциясы өте керемет. Егер де мысалы басқа компанияларда, аттарын айтпай қойын, мысалы басқа сетевая компанияларда жағдай керісінше. Ол жерде в основном сатып алушылар емес, дистрибьюторлар, бизнес партнерлар, сол компанияның өнімін сатып алатын да бизнес партнерлар. Ал бізде көріп тұрсаңыздар, керісінше сатып алушылар өте көп.
Енді компанияға сатып алушы болып тіркелуге болады және бизнес партнер болып тіркелуге болады. Қандай мүмкіндік береді сіздерге? Қараңыздар. Қараңыздар, егер сіздер компанияға сатып алушы болып тіркелсеңіздер, сіздерге мінекей тіркелгеннен кейін ID номері беріледі. Сіз бұл ID номері арқылы өзіңіздің компанияның приложениясы арқылы интернет-магазиннен өнім сатып алуға не аласыздар, мүмкіндік аласыздар ID арқылы. Және өнімдерді сіздер скидкамен аласыздар, жеңілдікпен аласыздар, тіркелген адамдар жеңілдікпен алады. Егер сіздер бизнес-партнер болып тіркелетін болсаңыздар, сіздерге ID беріледі, яғни өзіңіздің системада орныңыз болады, және жеңілдікпен сатып аласыз өнімдерді, және ең бастысы сіздер бұл компаниямен табысқа шығуға мүмкіндік аласыздар. Қараңыздар, бизнес-партнермен сатып алушының қандай айырмашылығы бар? Бизнес-партнер болып тіркелу үшін сіздерге міндетті түрде тіркелген кезде ИИН номеріңізді енгізу қажет. Мысалы, көп адамдар ИИН номерін беруге қорқып жатыр, бірақ егер Atomy компаниясына бизнес-партнер ретінде тіркелгіңіз келсе, міндетті түрде ИИН номеріңізді берулеріңіз қажет. Осы момент сіздерге түсінікті шығар, өйткені көп адам ИИНді бергісі келмейді. ИИНді бермесеңіздер, сіздер сатып алушы боласыздар. Сондықтан әрине бизнес-партнер болып тіркелген дұрыс, өйткені біз білмейміз ғой, бүгін сіз мүмкін сатып алушы шығарсыз. Мен өзім Atomy компаниясында 6 ай жай ғана сатып алушы болған. 6 айдан кейін бизнес-партнер болып жұмыс жасауға решила деп өзім солай бизнес-партнер болайын деп өзім шештім и жұмыс жасай бастадым. Сіздерге айтайын дегенім, даже сатып алушы болып тіркелсеңіз де ИИН номеріңізді жазып қоя салыңыздар. Сол арқылы, егер аяқ астынан бизнес-партнер болып жұмыс жасағыларыңыз келсе, сіздерде уже система тұрады, сіздерден кейін адамдар тұрады және балдар жинақталып тұрады. Енді сіздерге қазір мен Atomy компаниясының бизнес жоспарын түсіндіріп беремін. Кейбір адамдар осы бизнес жоспарға мағына бермейді да, важный емес деп ойлайды. На самом деле бұл өте маңызды, бизнесіңізді дамытуға өте маңызды құрал. Маркетинг планды білген адам, беске білген, жақсы жетік білген адам бизнес адамдарды оңай шақырады. Егер сіз маркетинг планды білмесеңіз, егер маркетинг планды білмеген екен, сіз әрине бизнес адамдарды сенімсіз шақырасыздар. Оны адамдар сезіп қояды, біз енді бәріміз ақылды адамдармыз ғой. Сондықтан маркетинг планды біліп алыңыздар, сол кезде сіздерге сенімділік пайда болады, өзіңіздің айтып тұрған әрбір сөзіңізге, ісіңізге. Енді қараңыздар, Atomy компаниясының бәрі көрініп тұр ма сіздерге? Әлі көрініп тұр ма? Қараңыздар, Atomy компаниясының маркетинг планы бинарлы құрылым бойынша жұмыс жасайды. Қараңыздар, мынау сіз компанияға тіркелдіңіз, келді. Жоқ, сен жақта көрініп тұр ма? Экран полностью. Қараңыздар, сіз компанияға келдіңіз, сізді компанияға, осы компанияға тіркелген адам тіркеді. Өзіңіз тіркеле алмайсыз, ғана айтқан боласыз. Сіз тіркелген соң сізге ID номер беріледі. Бұл ID номер сіздің осы компанияда алатын реттік саныңыз, орныңыз. Бұл ID номері тек қана Қазақстан бойынша емес, бұл әлемдегі Atomy системасындағы алатын сіздің орныңыз. Яғни сіз тіркеліп, әлемдік глобальный порталда системада орналасады, ол өте маңызды. ID береді және сіздерге пароль береді, сізді тіркеген адам. Сосын, егер біз қазір мен сіздермен бизнес-партнердің жолында қарастырамыз. Қараңыздар, егер сіз компания бизнес-партнер жасап табысқа шыққыңыз келсе, сізге енді бинарлы құрылым бойынша структура құрылымыңызды дамыту қажет болады. Atomy компаниясы бинарлы құрылым бойынша жұмыс жасайды. Бинар деп атайтып тұрғандай, ол 2 деген сөз, бинар ол 2 деген сөз. Яғни сіз 2 тармақпен жұмыс жасай бастайсыз. Астыңызға адамдарды 2 жақ тармаққа тіркей бастайсыз. Мысалы, өмірде 2 аяғыңыз бар, сол сияқты дәл сізде Atomy'да осылай 2 аяқ пайда болады, 2 тармағыңыз. Мына жақ сіздің сол жақ тармағыңыз, сол жақ, мына жақ сіздің оң жақ тармағыңыз деп аталады неге. Қараңыздар, сіз тіркелдіңіз, осылай бинарлы құрылым бойынша тіркейсіз. Бинар деп атып тұрғанда, сіз астыңызға тек қана өзіңіздің дәл астыңызға сіз тек қана 2 адамды тіркей аласыз, бірінші және екінші.
сізге әрине сіз бизнесқа келген екен, үшіншіде адам келеді, төртіншіде, бесіншіде сіз ол адамдардың бәрін өзіңіздің астыңызға тіркемейсіз, себебі біз тек қана 2 ғана тармақпен жұмыс жасаймыз Atomy компаниясында. Басқа компанияларда 5-6 тармақ құрып жатады ғой, бізде міне 2 тармақ қана. Міне сізге үшінші партнер десе, сіз оны уже өзіңіздің бірінші партнердің астына тіркейсіз. Төртінші партнерді екінші партнердің, бесіншіні үшінші, осылай кезек-кезек сол және оң жаққа тіркей бастайсыздар. Бұның қандай, мына бинарлық құрылымның қандай маңызды ерекшелігі бар. Бинарная система деген көбісі қорқып жатады. Бірақ біздің Atomy компаниясының бинарный системасы ол өзгеше система. Міне көріп тұрсыздар, қараңыздар. Біз адамдарды осылай бірінің астына бірін осылай моншақ тәрізде, паровозикімді тіркеп кете береміз. Бұндай тіркеудің қандай пайдасы бар? Қараңыздар, сіз мына үшінші адамды тіркеп, неге мына бірінші өзіңіздің партнеріңізге көмектестіңіз. Яғни сіз өзіңізге көмектестіңіз және мына өзіңіз сізге сеніп келген адамға бір адам тіркеп бердіңіз. Ол адамға тоже көмектесіңіз. Бесінші адамды тіркеп, сіз мына үшінші адамға көмек бердіңіз, үшінші адамға бір адам әкеліп бердіңіз. Және бірінші адамға 2 адам әкеліп бердіңіз. Қараңыздар, көріп тұрсыздар ғой. Мына бинарлық құрылымның пайдасы, сіз адам тіркеу арқылы өзіңіздің партнерларыңызға көмектесе бастайсыздар. Мен 6-шы партнерді тіркеп, сіз 4-ші партнерға да көмек бердіңіз және 2-ші партнерға да. Бұл түсінікті, бұл бинарлық құрылым Atomy компаниясы. Бұндай бинарлық құрылымның қазір тағы бір мықты жері бар, оны қазірге кеңірек түсіндірем. Бұл пока түсінікте сіздерге. Сіз компанияға тіркелдіңіз, міне сол және оң жақ табысқа шығу үшін ақырындап астыңызға адамдарды бинарлық құрылым бойынша тіркей бастайсыздар. Сол жақ, оң жақ, сол жақ, оң жақ қылып. Енді бір айта кететін нәрсе, мына оң жақ ол полностью сіздің жеке тармағыңыз. Бұл жаққа сіз өзіңіз. Мына сол жағыңызға сізден басқа бұл жерде сізді тіркеген компания, мысалға компанияға мен сіз шақырсам, мына жерде мысалы Гүлімжан еді, сіздің үстіңізде мен тармаққа сізді тіркеген Гүлімжан. Мына сол жақ тармаққа сізден басқа сіздің спонсорыңызды адам тіркейді. Мысалы қараңыздар, мына жерде мысалға бір 10-шы партнерді мен тіркеймін сізге, 11-ші партнерді мен тіркеймін. Яғни бұл компанияда мына сол жақ тармақ спонсорыңыздың екеуіңіздің ортақ тармақтарыңыз. Бұл жерде сізден басқа сіздің спонсорыңыз адам тіркеп сізге көмек береді. Ал оң жақ тармақ ол сіздің полностью толықтай сіздің өзіңіздің тармағыңыз. Бұл жаққа сіздің спонсорыңыз адам қоспайды. Тек қана сіз өзіңіз. Мына жерде әрине өзіңіз де тіркейсіз және спонсорыңызға көмек береді. Бұл түсінікті сіздерге бинарлық құрылым дегеніміз не? Енді сіздермен келесі ұғым PV дегенді қарастыратын боламыз. PV дегеніміз не? Қазір сіздерде сұрақтарыңыз болса, пока жаза беріңіздер, сосын эфир соңында. Қазір, надеюсь, барлықтарыңыз жазылған шығарсыздар қағазға. Өйткені маркетинг планды бірінші тыңдаған адамдар жай ғана тыңдап қоймаңыздар. Міндетті түрде жазып отырыңыздар қағазға. Сол кезде ғана ақпарат ойымызда да жадымызда сақталады. Қараңыздар, келесі ұғым бұл PV. PV дегеніміз не? Мен жазып қойын, мінекей PV ағылшын сөзі point value деген сөз. Бұл қарапайым тілмен айтсақ, бұл баллы деген сөз. PV это баллы. Неліктен PV, Atomy компаниясы бұл халықаралық компания. Бұл тек қана Қазақстан территориясында жұмыс жасайтын компания емес, бұл әлемдік компания. Қазіргі таңда біздің Atomy компаниясында официально 23 филиал бар. 23-24 филиал. Ол жерде Қытай, Индия, Түркия, Жапония, Малайзия, ақш, Қазақстан, Россия, Қырғызстан өте үлкен мемлекеттер Atomy компаниясы жұмыс жасайды. Білесіздер, біздің әр елдің өзінің валютасы бар. Бізде мысалға теңге, Россияда рубль, Америкада доллар, американский, сол сияқты Кореяда вон. Сол үшін Atomy компаниясы бір ортақ системаға келу үшін мына PV деген ұғымды қойған. PV бұл Atomy компаниясының ішкі валютасы. Бұл компанияның ішкі валютасы. Сол ішкі валюта арқылы бізге ақша, біздің табысымыз төленеді. Компаниядағы әрбір сатқа, мысалға мына Химахим бізде 40.600 теңге тұрса, мысалға Россияның сайтында бұл теңгемен салыстырсақ, теңгеге ауыстырғанда 42.000 теңге. То есть әр елде әр тауар әр түрлі бағада болады. Ал сондықтан сол бір ортақ жүйеге келтіру үшін мына PV деген ұйым бізде ұғым бар PV. Яғни мына Химахим 55.000 PV береді, 55.000.
бұл осы PV арқылы біздің табысымызды санау компанияға ыңғайлы. Сондықтан PV деген ұғым қалыптасқан. Міне, Химахим бізде 55 мың балл береді. Түсінікті ғой? Әр заттың өзінің балы бар. Мысалға, мына жевательный кальций балар бұл 7500 PV береді. Химахим 55 мың. Қазір тағы кетем. Мысалға, мынау Кушон, алтын қосылған Atomy компаниясының өнімі. Кушон бұл 17 мың PV береді. 14.500 теңге, 17 мың PV. Осылай әр заттың өзінің PV болады, балы болады. Енді PV не үшін қажет? Біз сол PV-ларды, балдарды жинақтап, табысқа шығуға мүмкіндік аламыз. Енді түсіндіріп берейін сіздерге. Қараңыздар, бағана бизнесқа келген адамдарға ең бірінші шарт ол тіркелу, тегін екінші шарт структура құруы, адамдарды тіркеу. Және үшінші ең маңызды шарт бұл активация жасау. Активация жасау бизнесқа келген. Atomy компаниясына сіз бизнес жасау үшін сізге жеке аккаунтыңызға 10 мың PV-ға, міне 10 мың PV-ға компания өнімін алу жеткілікті. Жеке ID-іңізде, жеке кабинетіңізде 10 мың PV-ға өнімді сатып алған кезде сіз компанияның бизнес партнерына айналасыздар. Мысалға, біздегі атақты да бестселлер өнімі 4 этаптан тұратын бет тазалық жиынтығы бізге 12 мың PV береді. Яғни сол жиынтықты алып сіз компанияның бизнес партнеріне айналасыздар. Бұл бізде, қараңыздар, өзіміздің жеке аккаунт арқылы өткен PV, бал, ол біздің жеке PV, жеке балымыз болып саналады. Ал біздің топтан өткен балдар, олар топтық PV деп аталады. Қараңыздар, мысалы, үшінші партнер Химахим сатып алса, неке 55 мың да, 55 мың PV. Сізде енді қараңыздар, сізде жекеңізде 10 мың PV, ал сол жақ тармағыңызда 55 мың топтық PV. Сол жақ тармақта 55 мың. Егер алтыншы партнер, мысалы, 12 мың теңгеге 4 этапты жиынтықталса, 4 этап күні, сізде оң жағыңызда 12 мың PV, топтық PV пайда болады. Бұл жақ түсінікті ғой. Жеке PV деген бар, ол сіздің жеке өзіңіз алған. Және командаңыздан түскен балдар, олар топтық PV деп аталады. Түсінікті ме? Осындай екі момент. Енді бұл PV-лар бізге не үшін қажет? Әрине табысқа шығу үшін. Келесі бағана сіздерге айтып, біздің бинарлық құрылымның тағы бір екінші маңызды жерін айтамын деп. Ол міне мынандай. Қараңыздар. Мысалға, Atomy компаниясында балдар, PV-лар бізде астыңғы жақтан жоғары жаққа беріледі. Мысалға, мына жерде, допустим, жетінші партнер 120 мың PV-ға компания өнімін сатып алса, ол 120 мың PV астыдан үстіге бүкіл партнерларға түседі, топтық PV болып. Мысалы, 5-ші партнерға 120 мың PV болып түседі, топтық, 3-ші партнерға 120 мың, 1-ші партнерға және сізге. Қараңыздар, сол осы принцип арқылы, осындай бинарлық құрылымды осылай құру арқылы бізде әрбір партнерға табысқа шығуға мүмкіндік пайда болады. Қараңыздар, астан үстіге көтеріледі балдар. Ешбір компанияда ондай жоқ. Мысалы, 12 мың PV-ді жасады, мысалы, 6-ші партнер, 4-ші партнердің топтық PV болып 12 мың түсті, 2-ші партнерға түсті, және сізге 12 мың PV топтық бал болып түсті. Яғни осы арқылы бізде әрбір партнер табысқа шығуға мүмкіндік алады. Бұл түсінікте сіздерге. Енді сіздерге бинарлық қадам деген ұғыммен таныстырамын. Дұрыс, бинарлық қадам. Енді бинарлық қадам дегеніміз не? Қазір соны сіздерге түсіндіріп берейін. Мынаны өшіріп тастайын бака. Мына 10 мың PV. Бір маңызды жағдай қазір айтып кетейін. Мына 10 мың PV-ді неліктен тездетіп активация жасау қажет. Бізде көп партнерлар компанияға тіркеледі, сосын айлап мына 10 мың PV алмай жүреді. Бірақ бизнес партнеріңіз дейді өзін. Сіз бизнес партнер емессіз, мына 10 мың PV болмаса. Неліктен? Егер сіздің аккаунтыңызда 0 болса, 0 PV. Мына жақта сізде астыңызда миллиондап тауар айналымы өтіп жатса да, ол сіздің аккаунтқа түспейді. Өйткені сіз система үшін бизнес партнер емессіз. Бұл балдардың бәрі сіздің аккаунттың жағынан ұшып отырады. Сіз егер астыңыздағы адамдардың балдары сізге жинақталып табысқа мүмкіндік алғыңыз келсе, табысқа шығуында тездетіп, мына 10 мың PV активацияларын жасаңыздар. 10 мың PV жасалмағанша сіздер мына балдарды жинақтауға мүмкіндік болмайды сіздерде. Осы түсінікте сіздерге соны айтып керек міндетті түрде. Өйткені тоже көп адамдар тіркеліп 10 мың PV активацияларын жасамай, те айтады, менде ешқандай да движение жоқ деп.
әрине ешқандай да қозғалыс болмайды, өйткені сіз өзіңіз система үшін әлі активный партнер емессіз, бизнес партнер емессіз. Енді сіздермен келесі ұғым бинарлық қадамдар дегенді қарастырамыз. Бинарлық қадам дегеніміз не? Қараңыздар, бинарлық қадам дегеніміз сіздің компаниядан алатын табысыңыз. Ең бірінші табысыңыз сол бинарлық қадамнан басталады. Қараңыздар, бинарлық қадам ол сіздің сол және оң жақ тармақтарыңыздан өткен топтық 300 000 PV. То есть бұл сіздің жеке жасаған 300 000 PV емес, бұл сіздің топпен, командаңызбен жасалған 300 000 PV. Сіздің оң және сол жақ тармағыңызда минимально 300 000 PV өтсе, то есть 340 000 өту мүмкін. Но главное 300 000 PV өткен кезде сіз компаниядан өзіңіздің табысыңызды аласыз. Бұл біздің компанияда алатын ақшамыз. Бинарлық қадам, орысша бинарный шаг деп аталып жатыр. Қараңыздар, бұл көп адамдар ойлайды, ой, 300 000 PV өте көп. Олар ойлайды да, үйреніп қалған ғой басқа компанияларда 300 000 PV-ді өздері алып жатады. Мысалы, каталог жабу үшін өздері продукцияны сатып алып жатады. Именно 300 000 PV-ді, ой, ол примерно 300 000 теңге ғой, көп ақша керек емес деп. Ол сіздің жеке жасайтын бал емес, бұл сіз командамен жасайсыз. Допустим, сізде мына үшінші партнеріңіз сет алады. Сет Химахим бізде 220 000 PV береді. Неке 220 000 PV алды. Сізде уже 220 000 PV. Понедельник күні, қарады, понедельник күні сіздің сол жақ бетіңізде 320 000 PV-ға бір партнеріңіз Химахимның сетін алды. Дәл сол күні сіздің екінші партнеріңіз, не понедельник күні, тоже ол кісі бір Химахим алды 55 000 PV-ға. Қараңыздар. Бұл понедельник күні, вторник күні, келесі күні, вторник күні сізде бесінші партнеріңіз, то есть көріп тұрсыз, сіз өзіңіз алып жатқан жоқ, сіздің астыңыздағы адамдар алып жатыр. Астыңыздағы партнер тоже 55 000-ға Химахим алды. Енді мен Химахиммен айта берейін, өткен оңайырақ санаған. 55 000-ға тағы бір Химахим алды. Сосын сіздің үшінші партнеріңіз, тоже мысалға бір адам шақырды дейік, ол адам біздің мысалға актный набор бар, күлден проблемны терге арналған. Қараңыздар, вторник күні біздің сол жақ тармағымызда қанша балл өтіпті? 220, 260, 315 000, 315 000. Қараңыздар, вторник күні сіздің сол жағыңызда 315 000 PV өтті мінекей. 315 000 PV, бірақ оң жағыңызда 55 000 PV. Сізде әлі бинарлық қадам жабылған жоқ. Өйткені бинарлық қадам жабу үшін сізде 300-300 болу керек екі жақ тармақта. Среда, то есть сәрсенбі күні, среда, мына жақтан ешкім бал алмады дейік продукция, мына жақтан мысалы бір кісі келді да, сіздерде 226 адам дейік, 250 000 PV-ға зат сатып алды дейік, 250 000 PV. Сол кезде сіздерде среда күні, қараңыздар, мына жақта әлі 315 000 PV, а мына жақта сізде 305 000 PV болды. Қараңыздар, 305 000 PV. Сөйтіп, среда күні сіздерде бинарлық қадам жабылады. Көрдіңіздер, 315-305 000, сіз минимальный бинарлық қадамды жабатын шартты орындадыңыздар, сіздерде ең алғашы бинарлық қадам жабылып, сіз компаниядан өзіңіздің табысыңызды аласыз. Енді қанша табыс аламыз, бұл сіздің жеке аккаунтыңыздағы балға байланысты. Дәл осындай 300-300 000 PV үшін компанияда партнерлар әртүрлі ақша алады. Ол сол сіздің жеке аккаунтыңыздағы балға байланысты. Ол бізден келесі қазір слайдта түсіндіріп келесі. Осы пока түсінікті, бинарлық қадам. Тағы айта кететін жағдай, тез айтып кетейін. Мына 300 000 PV басқа компанияларда білесіздер, мысалы Oriflame, Фаберликтарда каталожный период деген бар ғой, оларға бір 24-27 күн беріледі. Сол 27 күн ішінде балды жинақтамаса, олардың жинаған балдардың бәрі күйіп кетеді. Atomic компаниясы, мына сіз 300 000 PV-ді бір ай жинайсыз ба, 2 ай жинайсыз ба? То есть, мысалы, осы бірінші ай июньде тіркелдіңіз, июнь бойы активно жұмыс жасаңыз, бірақ бинарлық қадам сізде жабылмады. Всего лишь 200 000 PV, 200. Wi-Fi қоспадыңыз. И? Қап береді дейді. Да? Қап береді дейді. Қазір.
иногда адамдардың өзі сіздерде барлықтарыңызда қатып қалып жатыр ма или бір адамда ғана ма? Просто иногда сол адамдардың сенде қатып қалып жатыр ма? Жоқ, мен кіріп тұрған жоқпын. Wi-Fi қосшы. Не, Wi-Fi наоборот плохо работает у нас. Нет, все норм дейді. Просто видишь, у некоторых у самих интернет плохой. Так, қай жерде тоқтадым? Қараңыздар, мысалы басқа компанияларда неліктен адамдарға жұмыс жасаған қиын, мысалы біздің компанияға, мысалы Oriflame-нан көп келіп жатады адамдар, себебі оларда әр 27 күн сайын, допустим, бір 50 балма қанша бал жасау керек. Примерно ол 38-37-40 мың теңге. Сіз, допустим, сол бір айда 27-28 күн ішінде сол балдар жинақталмасаңыз, сіздің балыңыз сол айда күйіп кетеді. То есть сіз қаншама жұмыс вроде уақыт атқардыңыз, бірақ компаниядан ешқандай да ақша алмайсыз, өйткені уақыт бойынша шектелген бал жинау. Atomy компаниясында бізде уақыт бойынша шектелмеген. Мысалға, сіз келдіңіз, новичоксыз, сізге әлі жұмыс бастаған қиын. Білесіз, новичоктар ақырын бастайды. И, допустим, сіз үйінде тіркеліп, бірінші айда сіз всего лишь 150 мың PV жинадыңыз. 300 мың PV емес. Бинарлық қадам жауап тұрған жоқсыз, бірақ компания сізге мүмкіндік береді, 150 мың PV-іңізді келесі айға ауыстырады. Келесі айда толықтырасыз, сосын 300 мың PV-іңізді толықтырып, бинарлық қадамыңыз жабасыз. То есть бұл тоже Atomy компаниясының бір мықты жері. Біздің Atomy компаниясы біздің әрбір партнерға мүмкіндік береді, рано или поздно табысқа шыққанын. Сол үшін бұл компания маркетингі біз өте добрый, өте мейірімді деп айтып жатқанбыз, өйткені күтеді новичоктардың 300 мың PV жинап, алғашқы бинарлық қадамдарын жапқанына. Ол ешбір компанияда жоқ. Вот, то есть, мысалға, мына жиналмасаңыз, айдан айға күннен күнге ауыса береді. Вот, енді қанша ақша аламыз, бағана соны айтамын. Мен мысалы Atomy компаниясын, мен ойлаймын, бұл мүмкіндік, Алла тағаланың берген мүмкіндігі деп ойлаймын, өйткені мен өзім ешқашан сетевойда істеген адам емеспін, және істегім де келмейтін, шын айтсам, өйткені адамдарға мысалы каталог жабу, бір айда продукция сату деген менің қолымнан келмейді, мен олай жасай алмаймын. Бірақ Atomy компаниясы көріп тұрсыздар, ол өздеріңіз жеке сатпайсыздар, тек қана осындай топтық бал жинау арқылы, командаңыз өсіру арқылы, компанияға партнерларды, покупательді тіркелу арқылы командамен жұмыс жасап қана табысқа шығуға болады. Сол себептен ол көп адамға ыңғайлы. Қараңыздар, бағана айттым, сіздің алатын ақшаңыз сіздің жеке аккаунтыңыздағы жеке балыңызға байланысты. Ол біздің Atomy компаниясында уровни дистрибьюторства деген бар. Міне жазып қойын. Бұл өте маңызды. Уровни дистрибьюторства. Бұл дистрибьютор деңгейлері дейді қазақша айтқанда. Бұл сіздің жеке аккаунтыңыздағы балға байланысты. Қараңыздар, ең бірінші уровень. Бұл бізде бағана айттым сіздерге, компанияға активный болу үшін 10 мың PV жасау керек. Міне ол осыдан басталады. Жеке аккаунтыңызда 10 мың PV болса, сіз компаниядағы ең бірінші дистрибьютор деңгейін аласыз, сіз торговый представительсіз. Неке? Торговый представитель. Бұл компаниядағы бірінші дистрибьютор деңгейі. Бұл біріншісі. Так, екінші дистрибьютор деңгейі. Бұл бізде жеке аккаунтында 300 мың PV бар партнер. Қазір бәрін түсіндіріп беремін, пока шошымаңыздар, неліктен көптеп. Бұл агент деп, егер сіздің жеке аккаунтыңызда 300 мың PV болса, сіз агент боласыздар. 5 дистрибьютор деңгейі бар компанияда. Үшінші дистрибьютор деңгейі бұл бізде спецагент. Спецагент болу үшін сіздің жеке аккаунтыңызда 700 мың PV болу керек. Жазып қоямыз, спецагент. Төртінші дистрибьютор деңгейі бұл бізде дилер. Дилерді жүз парентаз. Так, керісінше қазір. Төртінші дистрибьютор деңгейінде жеке мынау жерде спецагент, үшінші дистрибьютор деңгей. Специальный агент деген сөз. Мынау дилер. Дилер болу үшін жеке аккаунтыңызда 1,5 миллион PV болу керек. 1,5 миллион. Бұның бәрін түсіндіремін сіздерге. 1,5 миллион. Бесінші дистрибьютор деңгейі самый үлкен. Мен қазір мен эксклюзивный дистрибьютормын. Ол 2-4 миллион болу керек жеке аккаунтында.
Қараңыздар, қазір сіздерге бір қызықты айтып беремін. Тоже компанияның бір осыдан түсінуге болады, қандай мейірімді компания екенін. Қараңыздар, эксклюзивный дистрибьютор. Қараңыздар, мінекей компанияда осындай 5 дистрибьютор деңгейі бар, жеке аккаунтыңызға байланысты. Ең бірінші бұл торговый представитель. Торговый представитель болу үшін сіз компанияға келдіңіз, активация жасаңыз, сіз сразу торговый представитель болдыңыз. Бағана айтқан сіздер 300 мың бинарлық адам жабылғанда, қараңыздар, міне сіздер жинадыңыздар, мына жақтан 300 мың, мына жақтан 300 мың өтті, мінекей 300 мың. 300 деп жаза бергенде түсінікті болады шығар, 300 мың екен. Сіз осындай 300 мыңге өткен кезде сіз қанша ақша аласыз, сіз оған мен теңгемен жаза берем, примерно 6400 теңге аласыздар. Азия, қараңыздар. Қазір түсіндік берем дальше. Екінші дистрибьютор деңгейі агент, қараңыздар. Агент болу үшін сізде 300 мың PV болу керек, жеке аккаунтыңызда. Дәл осындай тауар айналымы үшін 300 мың және 300 мың агент уже 6400 емес. Ол адамның біз 6400 теңге емес, 20 мың теңге алғанын қалаймыз, өйткені көмек бергіміз келеді. Үшінші жолы, бұл үшінші жолы бар. Үшінші жолы ол командалық, өзіңіз ақша салмайсыз, тек қана командамен жұмыс жасау арқылы Егде 4 миллионға мен продукция алған емеспін. Бізде ешкім алмайды. Мынандай ақшаға, ешкім өз қалтасынан ақша салып алмайды. Өйткені 300 мың PV-мен біз тоқтаймыз. Өйткені келесі дистрибьютор деңгейлеріне біз тек қана
на деңгейге жетіп алдым. Дилер болу үшін тоже 1,5 миллион ешкім жинамайды. Дилер болу үшін сіздің команданыз мықты болу керек. И алдыңғы айда 3 миллион өтсе, то есть 1,5 миллионнан көп, 2 есе көп товар айналымы. Сіз келесі айда автоматты түрде дилер боласыз. То есть мен соны пайдаланып, компанияның осы маркетингінде осы возможность, мүмкіндік. Осылай эксклюзивный дистрибьютор болып алдым. Дистрибьютор деңгейлері бізге не үшін қажет? Бізге көбірек ақша алу үшін қажет. Қараңыздар, сіздер торговый представитель болсаңыздар, жекеңізде всего лишь 10 мың PV болса, сіз 6400 теңге аласыз. Егер сіздің бар, немесе алдыңғы айда 1,4 миллион өтті, системада сіз спецагент болсаңыз, сіз 300 мың бинарлық қадам өтсе, сіз 20 мың теңге аласыз. То есть, мыналар сияқты аласыз, 20 мың теңге. Бірақ спецагентке тағы да бір бинарлық қадам ашылады. Бұл бинарлық қадамды мысалға агент жаба алмайды, торговый представитель жаба алмайды. Ол 700 мыңдық. Бір күнде сізде аласына жетіп көрмей қалды. 40 мың теңге. Мысалы, керемет, мысалы, менде осы 40 мыңдық биналар көп жабылады. Приятно, бір күнде 40 мың теңге алған. И либо 20 мың теңге алған, это тоже очень приятно. Қайсын алсаңыз да. То есть, дистрибьютор деңгейі сіздерге жаңа бинарлық қадамдарға жол ашады. Сол үшін керек. Сол үшін командаңызды өсіруге тырысыңыздар. Ешкім 1,5-2,4 миллион жинамайды. Тек қана командасымен жұмыс жасап, дистрибьютор деңгейлерін за счет товарооборота за прошлый месяц көбейтеді. И жаңадан бинарлық қараңыздар. Егер сіз дилер болсаңыз, дилерға қандай бинарлық қадамдар ашылады? Дилер мынаны жабалады, и дилерға еще 1,5 миллион деген бинарлық қадам ашылады. Егер сізде бір күнде, менде осы жабылды, бриллиантқа шыққан кезде, қараңыздар, бір күнде 1,5 миллион PV өтсе, сізде оң және сол жақта, сіз бір күнде компаниядан 80 мың теңге аласыздар. Бұл біреудің бір айлық табысы, сіз оны Атомида бір күнде аласыздар. Дальше, мына деңгейлерден бастап сіздерде келесі бинарлық қадамдар ашылады, қараңыздар. 2,4 миллион, Бұл жерде 2,4 өтсе, шатаспастан 120 мың теңге алады. Бір күнде 120 мың теңге. Сосын 2,4 бар, 6 миллион бар, бір күнде өтсе. Бір күнде 6 миллион өтсе. Солай кете береді. Ең соңғы бинарлық қадамда бір күнде сізде 50 миллион өтсе, бір күнде ол бізде өтеді жоғары рангтегі адамдарда, партнер лидерларда. Бір күнде сізде 50 миллион PV өтсе, сіз компаниядан бір күнде 400 мың теңге аласыздар, міне қыздар.
біздің бәріміздің армандайтын доход осы, когда сізге бір күнде 400 мың теңге түсіп отырады. Менің мысалы компаниядағы ең көп жатқан бинарлық қадамым мынау. Бір күнде 80 мың теңге алдым. Менің спонсорым мысалы Виктория Пак, ол мысалы бұлай жабылады, ода 6 миллионда жабылады. То есть бір күнде 120 мың, 200 мың теңге алып отырады, керемет қараңыздар. То есть есть куда стремиться. Компания енді кіріп жатыр Қазақстанға. Мынау сіздерге түсінікті ма? Мен қазір бір рет оқып шығайын, чатта барып. Так, деңгейлерді қайтадан түсіндірмесең дейді, қатып түксесіме. Мүлде қатып қалды. Али, бізде Wi-Fi қосылып тұр ма? Ты можешь включить? Почему вчера нормально все показывало? Почему ты Wi-Fi не включишь? А? Почему Wi-Fi не включишь? Вот можешь стоять. Ты же просто на телефоне не включишь. А, да? Сейчас я... Қыздар, мен қазір бастайым, қараңыздаршы, қатып қалды ма, спецагенттен бастайым. Мүмкін сол Wi-Fi наоборот все портит. Қазір. Қараңыздар, оқып тұршы комментарийлар, если что айтасың. Қараңыздар, қыздар, мына жерден қатып қалды, иә, спецагенттен. Спецагент болу үшін жеке аккаунтыңызда 700 мың PV болу қажет. 700 мың PV, немесе 700 мың PV, немесе сіздің алдыңғы айда тауар айналымыңыз 1-4 өтсе, екі тармағыңызда сіз спецагент боласыздар. То есть компания сізге мүмкіндік береді, ақша салмай, мына дистрибьютор деңгейіне шыққанға. 1-4 өтсе, сіз спецагент, и спецагент болудың бір күшті жері, сіз не только 300 мың PV-лік бинарлық қадам жабасыздар, 20 мың теңге. Сізге жаңа бинарлық қадам ашылады. Бір күнде 700 мың өтсе, сіз бір күнде 40 мың теңге аласыздар. Қатып тұрған жоқ па? Жоқ. Естіліп тұр ма сіздерге? Вот, то есть төртінші дистрибьютор деңгейі бізде ол дилер деп аталады. Дилер болу үшін сізге 1,5 миллион жеке аккаунтыңызда болу керек, бірақ айттым мен, оны ешкім жинамайды, 1,5 миллион. Дилер болудың екінші жолы сізде алдыңғы айда 3 миллион өтсе, екі тармағыңызда оң және сол жақ алдыңғы айда. Сіз келесі айда автоматты түрде дилер боласыздар. То есть айтып тұрмын, компания ақша салмай сіздерге мына дистрибьютор деңгейімен өсуге мүмкіндік береді. Бұл дистрибьютор деңгейлері бізге не үшін қажет? Компанияда жаңа табыс көзін, жаңа бинарлық қадамдарды ашқанға. Дилер болу арқылы сізде 1,5 миллион деген жаңа бинарлық қадам. Бинарлық қадам деген сіздің бір күнде өткен тауар айналымыңыз, өзіңіздің командаңыздан. 1,5 өтсе, сіз бір күнде 80 мың теңге аласыздар, бір күнде. Эксклюзивный дистрибьютор болу үшін сізде 2-4 миллион болу керек жеке аккаунтыңызда, бірақ оны бізге ешкім жинамайды, бізде эксклюзивный дистрибьютор болу үшін алдыңғы айдағы тармақтарыңызда 4,8 миллион өтсе, 4,8 миллион өтсе, сіз келесі айда міне эксклюзивный дистрибьютор боласыздар. Эксклюзивный дистрибьютор болу арқылы сіздерде жаңадан бинарлық қадамдар ашылады. То есть бір күнде 2-4 миллион өтсе, сіз бір күнде 120 мың аласыз. Егер ең соңғы бұлай 6 миллион өтті деген бинарлық қадам бар. И ең соңғы бинарлық қадам бір күнде 50 миллион өтсе, сіз бір күнде 400 мың теңге табасыздар. Қатып тұрған жоқ па? Вот Wi-Fi наоборот мешает. Вот, 400 мың теңге аласыздар. Не, осылай, дистрибьютор деңгейлері түсінікті ме сіздерге? Дистрибьютор деңгейі бұл сіздің жеке аккаунтыңызда сіздердің жеке балдарыңыз. Бізде вообще советую, да, всем на 300 мың PV-ді өздеріңіз жинақтаған, негізі дұрыс, но сіздерге спонсорыңыз көмектеседі, егер мүмкіндік болмаса. Неліктен өткен сіз мына 300 мың PV-ді жинау барысында сіздер компанияның өнімімен танысасыздар ғой. Компанияның өнімін білу қажет. Мысалы, кезде кейбір адамдар осы даже зубный паста щеткаларын алғысы келмейді, бірақ бизнесқа келгісі келеді. Ол қалай? Егер сіз компанияның өнімін ұнатпасаңыз, қолданбасаңыз, сіздің қалай сол өнімді адамдарға рекомендовать етесіздер, оның бәрін сезеді адамдар. Егер шынайы түрде рекомендация болса, шынайы түрде продукцияны адамдарға ұсынсаңыздар, оның бәрін адамдар сезеді, сізге шынайы түрде тіркеледі. Ал егер сіз просто лишь бы заработать деп, бірақ өзіңіз затын қолданбай, ойыңызда тек қана заработать болып жұмыс жасасаңыз, онда бизнес құру қиын болады. Сондықтан желательно продукцияны өздеріңізге қолданған дұрыс. Вот, мына бірақ 300 мыңды айттым, екі жолы бар. Либо өзіңіз жинақтайсыз, спонсорыңыз көмектесуі мүмкін, либо алдыңғы айда 600 мың өткен кезде сіз міне агент боласыздар. Бұл біздің компаниядағы алатын табысымыздың бірінші түрі. Қараңыздар, мысалға мен спецагентпін, мен
допустим, спецагентпін деймін, менің 700 мың теңгем бар. Мен бір айда қанша ақша табамын, примерно сіздерге санап берейін. Мынандай бинарлық қадамдар компанияда аптасына 6 рет жабылады. Күнде жабылады дедік қой бинарлық қадамдар, егер структурамыз мықты болса. Воскресенье бізде демалыс күні. Воскресенье күні бізде бинарлық қадамдар жабылмайды. Ол воскресенье күні өткен покупканы біз либо понедельникке ауыстырамыз, либо субботаға ауыстырамыз система бойынша. Қараңыздар, допустим, сіз міне 700 мыңдық бинарлық қадамды бір аптада 6 рет жапсаңыз, сонда сіз 40 мыңды 6-ға көбейтесіз. Сонда сіздің бір аптада алатын табысыңыз 240 мың теңге. 240 мың теңге. Бір аптада, ал бір айда, допустим, егер постоянно 40 мыңмен жапсаңыз, көбейтесіз примерно 4-ке, ол уже қанша? 800, қанша бұл 960 мың болып кетеді, 960 мың теңге шығады сізге бір айлық табысыңыз. То есть бинарлық қадамдарды тезірек көбірек жазсаңыз, сіздердің табыстарыңыз арта береді. Либо сіз агентсіз, допустим, агентсіз күніне 20 мың теңгеден бинар жаба аласыз. 20 мыңды 6-ға көбейтсек, сіздің бір аптадағы табысыңыз 120 мың теңге. Ал бір айлық табысыңыз где-то 480 мың теңге, да, қараңыздар. 480 мың теңге. То есть компанияда негізі ақша өте көп жұмыс жасаған адамға. Бұл біздің компаниядағы бірінші табыс көзі. Енді сіздерге мен компаниядағы екінші табыс көзі айтып беремін. Компанияда 3 табыс көзі бар. Мен үшеуін де аламын. Қазірге бірінші соны түсіндіріп кетемін, қандай табыс көздер екен. Енді біздің Wi-Fi вообще қоспау керек екен. Только мешает. Потому что кеше шыққанда все было нормально. Компаниядағы табыстың түрі, мінекей табыс түрі. Компанияда бізде 3 түрлі табыс көзі бар. Үшеуін де алуға болады. Бірінші табыс көзі бағанағы бинарлық қадамдар. Яғни сіздің командалық, сіздің тауар айналымыңыз, тауар айналымы бағана айттық қой, күніне 20 мың, күніне 40 мың теңге алуға болады, күніне 80 мың теңге. Бұл бинарлық қадамдар. Екінші табыс көзі бұл ранг бойынша жоғарылағаныңыз үшін компаниядан тоже ақша аласыз. Мысалы мен бриллиантовый мастермін, қазір сіздерге түсіндіріп беремін, қанша ақша аласыздар. Ранг бойынша жоғарылайсыздар. Және үшінші табыс көзі бұл ОЦ, офистар. Офис ашқанға тоже компаниядан ақша алуға болады. Міне офис ашу. Мінекей осындай 3 түрлі компанияда табыс көзі бар. Партнерлар в основном новичоктар, енді келгендер мына табысты ғана алады. Сосын рангке шыққан партнерлар міне 2 табыс көзін алады. Егер еще сіз офис ашсаңыз, міне 3 табыс көзін аласыздар компанияда. Қазір сіздермен біз екінші табыс көзін қарастырамыз. Бірінші табыс көзін айттық, екінші табыс көзін қазір сіздермен бірге қарастыратын боламыз. Atomic компаниясында 7 түрлі ранг бар, 7 түрлі. Мен қазір рангтер деп жазып қойын, қазір бір минут. Рангтер. Так, все видно, да? Так, рангтер. Айдан кейін сол. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Қараңыздар. Ең бірінші бұл мастер-продаж, сату шебері қазақша. Екінші ранг бұл бриллиантовый мастер, үшінші ранг мастер Шаронской розы, төртінші ранг бұл стар мастер, старда жұлдыз. Сосын роял мастер, сосын бізде краун мастер бар. Алтыншы ранг. Және ең жоғарғы ранг бұл бізде империал мастер, империал. Біздің бәріміздің мақсатымыз міне осында. Мен мысалы мына жерде тұрмын, менің, конечно, мақсатым мұнда шығу, империал болу. Қараңыздар, менің мысалы қазір компаниямда 7 қыз, командамда 7 қыз мастер-продаж, мен өзім бриллиантпын, менің қазіргі спонсор Виктория Пак, мастер Шаронской розы, одан жоғары спонсорым Стар мастер, и осы Атомиді біздің Қазақстан алып келген біздің жоғарыда спонсорымыз Владимир Микахига, олар роял мастерлар. Енді бұл рангтерге шығу бізге нені береді? Біріншіден сіздерге табысың жоғарылайды. Мастер-продаж ол бір айына, бұл айлық табыстарын жазып шыққан айына $1000-2000 көлемінде табыс алады. Бриллиантовый мастердің айлық табысы $2000-5000 бір айда. Мастер Шаронские розы $5000-100000. Стар мастер $10,000-20,000 бір айлық табысы. Шамамен бұл бәрі.
Royal Master'дікі 20 мыңнан 40 мың доллар бір айда, Crown Master'да 40 мыңнан 60 мың доллар, және Imperial Master'дың айлық табысы 80 мыңнан примерно 100 мың доллар. Мінекей, осындай табыс алуға мүмкіндік бар Atomy компаниясында. Қазір сенімен мына бриллиантовый мастер продаж пен бриллиантовый мастер қарастырамыз. Мына табыс қайдан шығады, қалай алуға болады. Қараңыздар, мастер продаж болу үшін не істеу қажет? Мастер продаж бұл компаниядағы ең бірінші ранг және ең қиын ранг. Бұл рангке шығады тек қана өте пысық, өте шыдамды және Atomy компаниясы маркетингі дұрыс түсінген, Atomy компаниясына реально табыс бар екен адамдар ғана бұл рангке шығады. Тез доходқа келген, тез бір айда жұмыс жасап, тез 300-400 мың теңге алып кетем деген адамдар компанияға қалай тез келеді, солай тез кетіп жатады. Бұл шыдамдылықты сүйетін компания, Atomy компаниясына істеп, табыс басында өте ақырын болады, бірақ тоқтамасаңыз, табысыңыз потом геометриялық прогрессия бойынша тез өсіп кетеді. Мен сіздерге өзім айлық табысым қалай өскенін айтайын. Мен 1 февральда тіркелдім. Мен ең бірінші бинарлық қадамды 2 ай жапқам. Февраль, март, апрельде бірінші бинарлық қадам жауып 20 мың теңге аламын. Майда мен келесі 3 айдан кейін 40 мың теңге аламын. Июньде менде 75 мың теңге болады, или 150 мың ба. Июльде мен уже мастер продаж боламын. То есть мінекей осылай. Бірақ әр адамның өзінің компанияда жоғарылайтын өзінің темпі болады. То есть өзіңізді никогда біреумен салыстырмаңыздар. Әркім жұмыс жасаған адам рано или поздно ол табысқа шығады. Енді мастер продаж болу үшін не істейміз? Мастер продаж болу үшін 2 шарт қажет. Бірінші шарт, сіз спецагент болу керексіздер. Спецагент дегеніміз кім әлі? Тыңдадың ба? Спецагент дегеніміз бұл жеке аккаунтында 700 мың PV бар. Жеке аккаунтында 700 мың, немесе алдыңғы айда 700 мың PV-дан 2 есе көп, 1,4 миллион командалық тауарын алып өтсе, то есть өзі командасымен жақсы жұмыс жасап, міне алдыңғы айда 1,4 өтті, сол және оң жақ беткісінде келесі айда сіз уже міне спецагент, то есть жекеңізде 300 мың PV болса да, сіз спецагент боласыз система үшін. Міне бірінші условиясы спецагент, екінші шарты сізде бізде айда 2 период бар, осы рангтерге шығатын. 1-нен 15-не дейін, бірінші кезең, және айдың 16-нан айдың соңына дейін. То есть бізде рангтерге 2 рет шығамыз, 2 рет шығуға мүмкіндік бар, айдың соңы. Қараңыздар, 1-нен 15-не дейін, немесе 16-ны айдың соңына дейін сізде сол және оң жақтар маңызда 2,5 миллион тауар айналымы өтсе, қараңыздар, 2,5 миллион PV және 2,5 миллион PV. Сіз мастер продаж боласыздар. Яғни сіз спецагентсіз, сізде 2 аптаның ішінде 2,5 миллион өтті, сіз спецагент боласыздар. Енді спецагенттің 15 күндегі табысын есептейміз қазір. 15 күндегі, спецагент, мастер продаждың. 15 күндегі табысы қалай? Қараңыздар. Бірінші, мастер продаж болған үшін компания сыйақы береді. Осы айда 167 мың теңге түсті. 167 мың теңге бұл премия, сізге компаниядан берілетін премия. Қараңыздар, 167 мың теңге. Плюс, қараңыздар, 2,5 миллион PV, ол примерно 300 мың PV-да неше рет жабылды деген сөз бинарлық адамда. 2,5, 9 рет, минимально 9 рет 300 мың PV-дан өтсе, сіз спецагентсіз 15 күнде. 9-ды көбейтеміз 20 мыңға. Одан да көп жабылуы мүмкін еді. Примерно самый средний значениесін алып отырмыз. 180 мың, сонда қараңыздар. 167 мыңды 180 мыңға көбейтсек, қанша ол? 247 мың, да? Ой. 300 емес пе? 347 мың ғой. 347 мың теңге. 347 мың теңге 2 аптаға табысы плюс компаниядан подарки. Химахим бағасы 40 мың 600 теңге, то есть өзің іштейсіз сатасыз оны. Фейм деген 5 этаптан тұратын бет жиынтығы, тоже бағасы 40 мың 600 теңге. И 4 этапты жиынтығы, 4 этапты деп айтамыз біз, ол 13 мың 900 теңге тұрады.
подаркаларыңыздың өзі примерно 100 мың теңге подарок. Сонда сіз примерно 2 аптада сіз 450 мың теңге. Бұл самый минимальный алатын ақшасы. Минимальный. Если сізде мысалға 15 күнде 13 рет бинарлық қадам жабылса, значит сізде мына жерде 180 емес, қанша болады? Уже көбірек болады табысыңыз. Минимальный значениясымен алған күннің өзінде міне $1000 деген қайдан шығып тұр, мінекей. Айында сіз тек қана бір рет мастер-продаж жапсаңыз, сіз 450 мың аласыз. Егер сіз 1-нен 15-не дейін, сосын 16-дан айдың соңына 2 рет подтверждать етсеңіздер, сіз уже $2000 зарабатываете. Айына 2 рет, немесе айына 1 рет подтверждать ететін адамдар, олар автосейлс мастер. Өйткені сіздерге айтатын болам, мен автосейлс болдым деп. Ол қалай, мен айына 2 рет осы мастер-продаж деңгейін жауып отырамын автоматты түрде. Сол. Қараңыздар, қазір компанияда осы жылдың аяғына дейін бізде семимастер деген жаңа ранг пайда болды. Ол мастер-продаждың алдында. Мына жерде семимастер деген ранг бар. Семимастер. Бұл полумастер. Мастер-продаждың жартысы деген сөз. Қараңыздар, семимастер болу үшін қандай условия? Бірінші условия тоже сіз спецагент болу керексіздер, 700 мың PV болу керек. Немесе алдыңғы айда 1,4 миллион өту керек. Екінші условиясы сізге 2,5 миллион жинақ емес, сізге 1,5 миллионнан өту керек. 1,5 миллион өтсе сізде, оң және сол жағыңызда 2 аптаның ішінде сіз семимастер боласыздар. Семимастер болғаныңыз үшін сіз компанияға сізге премия 66 мың теңге беріледі, плюс 5 бинар жабасы примерно 1,5 миллион деген. Ол 100 мың теңге 5 бинар. Сонда сіз примерно 15 күнде 167 мың теңге, 166 мың теңге аласыздар. Жақсы, қараңыздар. Біреудің бір айлық табысы. Бұл компанияда қазір жаңарақ. Мынау түсінікті істегі. Енді қараңыздар. Бриллиантовый мастер болу үшін, мен былай айтып кете салайын, сіздерге мына жерде қараңыздар, сіздерге товар айналым жасауға жет қой, продажа жасауға жет, командамен бірге. Ал мына бриллиантовый мастердан бастап, бұл жерде уже командаңыздан лидерлар өсіру қажет болады. То есть сіз уже товар айналым емес, сізде басты мақсатыңыз лидерлар дайындау, командаңыздан лидер өсіріп шығу. Бриллиантовый мастер болу үшін сізде, мен мысалы бриллиантовый мастеріне қалай болдым? Сізде айдың 1-нен 15-не дейін, немесе 16-дан 30-на дейін сіздің сол жағыңызда және оң жағыңызда 2 аптада 4 мастер-продаж пайда болу керек. Сол жақтан 2 мастер-продаж, оң жақтан 2 мастер. Яғни сіз уже бриллиант болу үшін лидер сияқты ойлана бастайсыздар. Командаңызда активный адамдардың мастер-продажда дайындайсыздар, оларға көмек бересіздер, оқытасыз. Қараңыздар, сол кезде 2 жағыңыздан 2 мастердан өткен кезде сіз бриллиантсыз, и сіздің міне айлық табысыңыз. Мен мысалы ең алғаш рет бриллиантовый мастерға шыққанда 15 күнде примерно мен 1 миллион теңге таптым, 15 күнде. Ең бірінші рет неге шыққан кезде. Бриллиантовый мастерге мен $2000 деген не осыдан шығып жатыр, міне осы. Сіз айына 2 рет подтверждать етсеңіз, сіздің айлық табысыңыз 2 миллион. Мен мысалы қазір уже 1,5 миллион теңгеге табысқа шықтым. Майдан бастап. Оған дейін менде 900 мың солай болатын. Майдан бастап не 1,5 миллионға шықтым. Вот, мысалға дальше мастер Шаронская роза болу үшін сізде 2 бриллианттан болады. Мына жақта бриллиант, мына жақтан 2. Стар мастер болу үшін алдында тұрған мастер Шаронский розадан 2 болу керек. Мына жақта 2 мастер Шаронский, мына жақта 2. Роя болу үшін 2 стар мастер. Әр рангпен шығу үшін алдыңғы рангтан сізде оң жақ және сол жақ бетіңізден 2 лидер пайда болу керек осы төменгі рангтен. Бұл түсінікті ма сіздерге? Түсінікті ма? Так. 347. Мен дұрыс санамадым ба? Так, қараңыздар. Енді Динара. Я брайтынсын қайтадан агент болады дейді. Жоқ, қараңыздар, егер сіздер, мысалға мен менде өзімде жеке аккаунтымда осы офис ашқанға дейін менде тек қана 300 мың PV болды. Міне 300 мың PV мен мысалы қыздар біледі ғой, даже страницама кіріп көрсеңіздер болады, мен алғаш бриллиант болған кезде мен 300 мың PV мен бриллиант болдым. Ал бриллиант болу үшін сіз дилер болу керексіз. Дистрибьюторден жеке аккаунтыңызда 1,5 миллион. Но мен 1,5 миллион жинаған жоқ, мен тек қана командамен активно жұмыс жасап, алдыңғы айда 3 миллион жасап, бриллиант болдым. Мен қараңыздар, мен мына 300 мың PV мен қаншама 1,5 жыл бойы дистрибьютор деңгейлерімен жоғарылай бердім.
сіз егер сіз бір рет мысалы дистрибьютор деңгейінен спецагент болсаңыз, допустим, сізде қазір 300 мың, алдыңғы айда 1,4 болып сіз спецагент болсаңыз, сіз уже бұл ранктен түспейсіз уже. Өйткені бір рет сіздің тауар айналымыңыз өссе, ол артқа уже түспейді. Сіз наоборот уже дилер боласыз, ол 300 мың PV-іңізбен потом эксклюзивный дистрибьютор боласыздар. Мен мысалы қазір эксклюзивный дистрибьютормын, именно түскен емеспін ешқашан. Өткен жылы ноябрьде болдым, бірінші рет 300 мың PV-мен. И до сих пор эксклюзивный дистрибьютормын. То есть бұл жерде, егер сіз командамен жұмыс жасай берсеңіздер, сол өзіңіздің сол тауар айналымы арқылы шыққан дистрибьютор деңгейінен ешқашан құламайсыздар. Но егер әрине жұмыс жасамай тастап кетсеңіздер, әрине сол өзіңіздің шынайы дистрибьютор деңгейіңізге қайтып келесіздер, балыңызға байланысты. Вот. Так, бұны айттық. Так, сіздерде сұрақтар бар ма? Эфирді сақтап қойыңызшы дейді. Қазір мен өзіме қаратайын экранда. Так. Мінекей қыздар, сұрақтарыңыз бар ма? Бар болса, қойыңыздар ма сұрақтарыңызды? Қызар кеттім ба? Так. Но мен сіздерге ең басты айтқым келгені, бұл жерде сіздер қорықпаңыздар. Бұл компанияда табысқа тек қана штамды адамдар ғана шыға алады. Және компанияға сенген адамдар. То есть сіз компанияға сеніп, шынымен де бұл компанияда ақша бар екеніне, маркетинг планды жақсылап біліп алсаңыздар, сізді ешкім тоқтата алмайды. Мен мысалға өзім осы бастаған кезде маған ешкім сенген жоқ, шын айтсам. Туыстарым да сенген жоқ, күйеуім де сенген жоқ, ешкім сенген жоқ. Бірақ мен өзіме өзім сендім. Компанияның маркетинг планына сендім. Сосын компанияны түсінбей жатқан адамдарға мен Пахангил деген компанияның председателі бар ғой, соны тыңдаңыздар. Оның әрбір ютубтағы роликтары толып жатқан мотивация. Сосын бұл компанияның басты мақсаты адамдардан ақша табу емес, наоборот, сіз өзіңіз ақша тауып, сонымен қоса басқа адамдардың өмірінде өзгерту. Егер мына ранктердің өзі соны білдіреді, қараңыздар. Егер қазір былай орасылайыншы. Қараңыздар, егер мысалға да басқа компанияларда бриллиантовый мастер болу үшін, допустим, тек қана тауар айналымы қажет болса, егер лидерларды өсіру қажет болмаса, адамдар тек қана астындағы адамдарға давай покупка жаса, тез сат деп өзінің ғана ойлаушы еді. Ал Атомида солай жасап қойған, сіз бриллиант болу үшін сіз мына астыңыздағы адамдарға көмектесу керексіздер. Мына жерге жаңадан мастер продажда дайындау керексіздер. Мастер Шаронский роза болғың келе ма? Давай сен команданың 4 бриллиант жаса дейді. Стармастер болғың келе ма? 4 мастер Шаронская роза. То есть табысың артқанын қаласаң, сен командаңнан тоже қыздардың табысын, партнерлардың табысын арттыр деген философия ғой. Ондай, білмеймін, маған өзіме қатты ұнайды. Мен мысалға өзім кішкентайынан адамдарға көмектескен жақсы көремін. И Атомиға келгенде маған өзім сол, это та компания дедім ғой, мен жұмыс жасайтын. Ал басқа компаниялар мен даже не представляю, жұмыс жасай алушы ма едім, жасай алмаушы ма едім. Вот. Так, адамды артымыздан қайдан тіркесек. Вот сұрақтар тоже, да, көп адамдар айтады, адамды қайдан аламыз? Қалай адам көп қой Қазақстанда, неліктен адам таппаймыз деп ойлайсыздар сіздер? Қараңыздар, жан-жағыңызда туыстарыңыз бар, достарыңыз бар, коллегаларыңыз бар. Просто айта салыңыздар. Не обязательно сіз тіркеген адамдар, олар бизнес-партнер болу керек. Жай ғана покупатель ретінде тіркей беріңіздер. Сосын, адам іздеудің жолы өте көп. Мысалы, біз өзіміздің командамызбен біз таргет реклама жібереміз. Реклама жібер арқылы біз осы Atomic компаниясын әлі естімеген адамдарға айтамыз. Міне осындай компания келді деп. То есть, әр адам өзіне ыңғайлы жолын іздейді. Адам іздеудің. Мен эфирді сақтап қоям, сосын кірсеңіздер болады. Көріп қарасаңыздар болады. Так.
мысалы бинарлық адамда автоматты түрде спецагент болса құламайды. Иә, Гүлжан, иә, егер сіз постоянно сізде, допустим, 1,4 миллион минимальный өтіп отырса, сіз спецагент боласыз постоянно. Егер сізде ай сайын 408 миллион өтсе, мысалы эксклюзивный дистрибьютор болу үшін, сіз мысалға постоянно эксклюзивный дистрибьютор боласыздар. Мен мысалы ақша салған емеспін, қыздар. Мысалы бриллиантовый мастер болу үшін 1,5 миллионға мен ешқашан продукция сатып алған емеспін өзіме. Маған біреу 1,5 миллион спонсорым жеке емес салған емес. Мен тек қана сол командамен жұмыс жасап, алдыңғы айда 3 миллион жасап, солай ғана дилер болдым мысалға. Бриллиантовый мастерға шыққан кезде. Вот. Сосын тез доходқа асықпаңыздар, иә. То есть көп адамдар тез доходты хотят. Келді, 1-2 айдан кейін все, мен 200-300 мың теңге табу керекпін деп. Но даже сіз қараңыздар, традиционный бизнес бастасаңыздар, допустим, сіз магазин одежда аштыңыздар. Сіз әрине ақша саласыз қой, магазин одежда ашу үшін кредит аласыз, егер ақшаңыз болмаса. Сосын киімдерді сатып алып келесіз, допустим, Турциядан сатасыз. Ол сіздің тек қана жолыңызды бір нәрсеңіз ақтайды. Сізге бизнесіңізден реально табыс көру үшін сізге может минимально 1 жыл қажет болады. Крупный бизнес иелері, мысалы ресторан, кафе, сондай шақтар, оларға солай минимально 1 жыл кетеді. Ал Atomy тоже сондай серьезный бизнес, бұл жерге тоже уақыт қажет. Келе салып қай жерде сіз тез табыс береді? Ешқандай жерде табысты сізге келе салып ешкім бере салмайды. Сосын тағы бір ерекшелік Atomy'дің, біздің мысалы даже спонсорларымыз бізді үйретеді. Адамды біз ешқашан алдамаймыз. Мен кімге айттым? Келіңіздер, давайте бір айдан кейін сіздерді 500 мың теңге табысқа шығарамын. Мен біреуге айттым ба? Мысалға мына жерде 25 партнер отыр ғой. Мен ешкімге айтқан емеспін олай. То есть біз всегда айтамыз, келдіңіз ба, табысыңыз сізге байланысты. Егер тоқтамай жұмыс жасасаңыз, рано или поздно сіз жақсы табысқа шыға аласыздар деп. Табыстың мынандай түрлері бар деп айтамыз. Ал көп компанияларда, лишь бы адамдарды тауарын сатып алу үшін алдайды да, мысалға, дұрыс философия емес, дұрыс подход емес, адамдарға дұрыс түсіндірмейді де маркетингді. Мысалға, көп Oriflame'да жүрген партнерларының көбісі мысалы келген кезде Atomy'ға даже маркетингін білмеген. Просто оларға айтқан, все, давай каталог жап деп, олар жауап, ойлайды, ақша табыс алам деп. На самом деле түсіндірмейді, сен өзің алып жатқаннан, сен ешқандай табысқа шыға алмайсың. Табысқа шығу үшін сен команда құру керексің, товарооборот жасау керексің деген. Ондай нәрселерді ешкім айтпайды. Вот сондықтан, андай не болмаңыздар, ақылды болыңыздар. Көп адамдар сөзге сенгіш қой, мысалға, сол компаниялар, иногда для интереса крем басқа сетевой компаниялар қалай шақырады екен бизнесқа. Сол бизнесқа шақырғанда солай шақырады ғой. Ой, сіз бір айдан кейін мынанша ақшаға шығып кетесіз. Ал мен қалай шығып кетсем, мен түк істемей шығып кетемін ба? Разве просто ақша сала салып? Я дейді. Мен айтамын, неге соны адамдарды алдайсыздар? Олай нереально олай табысқа шығып кеткен. То есть, видите, көп түсінбеген адамдар ойлайды, реально солай деп. На самом деле, сіз табысқа шығу үшін сіз еңбек етуіңіз қажет, адамдар жинауыңыз қажет. То есть, сол кезде ғана сіз реально табысқа шыға аласыздар. Семей мастерға қалай тез жетуге болады? Оған ертең ба, онар күні эфир болады басқа. То есть, қандай іс-әрекеттер жасау қажет? Сіздер қалай ойлайсыздар? Мысалға, мастер продаж болу үшін мен біледі ғой, күйеуім отыр қазір. Мен үздіксіз жұмыс жасадым. Өзім ұшып жүрем, бос уақытымда келем да, рейстен кейін сразу Atomy'ға кірісем. Мен до сих пор солай жұмыс жасаймын. То есть, егер сізде желание болса, реально мынандай табысқа шығам деген, сіз прям план қою керексіз. Мысалға, күніне бір адам тірке минимально. Күніне 2 адамға, допустим, бизнесқа шақырам. Бір адамды покупатель ретінде шақырам деп, соны өзіңіз жасай беріңіздер. И бұл бизнес бір адамның бизнесі емес, бағана айтып кеттім. Көп сөйлейді, мен ғана адам шақырған. Қазір тақтап рассылайчик. Қараңыздар, мысалы, сіз келдіңіз ғой, сізде, қараңыздар. Не сізде айттым бағана, астыңызға адамдар тіркейсізде. И біреулер ойлайды, мен постоянно үстімен ғана тіркей беру керек екенмін 2,5 деп. Жоқ. Сізде мына жерде, допустим, 4-ші партнеріңіз, ол сіз сияқты тоже бизнесқа келген адам болады. И ол уже өзінің адамдарын құрай бастайды. Қараңыздар, сізде уже, допустим, сізде мына жерде 1, 2, 3, 4, 8 адам болса, қараңыздар. Сіз 8 адам өзіңіз тіркедіңіз. Сіздің кен 4-ші партнеріңіз сізге 5 адам тіркейді, плюс 5 адам. Я? Мына 5 адам сіз өзіңіз шақырған жоқсың, ол сіздің тауар айналымыңызға, командаңызға плюс 5 адам қосылды. Потом,
мына жердегі бір адам тоже бизнесқа келді дейік. И ол өзінің командасын шақыра бастайды адамдарын. Плюс 4 адам. Иә? Мына жерге келе жаттыңыз тіркеп, мына жердегі бір адамыңыз тоже бизнесқа келді. Даже бизнесқа келмесе де покупатель ретінде адамдар шақыра бастады. Плюс 3 адам. И осылай сізде күнделікті болады ғой, өзіңіз 2 адамды тіркейсіз, адамыңыз 3 адам тіркейді, плюс 3 адам. Міне осылай сізде команда деген осыдан пайда болады. Бәрінде почему-то андай страх, қорқыныш, то, что мен ғана тіркей беремін деп. Жоқ, сіздер глобально ойланыңыздар. Бұл сіз айттық қой, командалық бизнес деп. Сосын сіздерде мемлекеттер бағана айттық, иә, допустим, мына жерде сізге бір Россияның адам тіркеуі мүмкін. Алады, ол сізге Қытайдан адам тіркеп береді. Мына жерде бір адам сізге США-дан келіп бар ғой, бізде командамызда мысалға басқа елдің адамдары. Мына жерге мысалға Турциядан адам тіркеледі. И бүкіл Турция сіздің астыңызда болып кетуі мүмкін. Білмейсіз ғой сізге қандай адамдар келетіні. То есть всегда біздің командамызға біз ойламаған адамдар келіп жатыр. Мен мысалы ойлаған жоқ, менің командамда мынандай лидер қыз болады, мынандай лидер пайда болады деп. Главное, сіз тоқтамаңыз. Тоқтамасаңыз, міне адамдар өздеріңіз пайда бола береді. Мына жерден біреу бір адам шақырады, мына жерден біреу 3 адам шақырады. Солай кете береді. Бұл жерде, видите, бәрінде одинаковый шанс бар. Мына жерде тұрған адамда да жақсы табысқа шығуға шанс бар. Мына жерде тұрған адамға бір қызық айтып берейін мен сіздерге. Наоборот, мына системада жоғары жақта тұрған адамдар табысқа шыға алмай қалады бізде. Өйткені жұмыс істемейді. Ал мысалы астында тұрған адамдар наоборот, мысалы тез жұмыс жасап, бірінші табысқа шығып кетеді мына жоғарыда тұрған адамға. Мысалға менде сондай болды. Мысалы өзімнің жоғарыда тұрғандардан бұрын мен мысалы бірінші мастер-продаж болдым. Вот солай ғой. То есть жұмыс жасаған адам Atomy компания, независимо сіз қашан келдіңіз, мүмкін сізден бұрын 2 жыл бұрын келген адамнан бұрын сіз табысқа шығып кете аласыз. Жақсы табысқа. Главное, тоқтамау керек. Солсы жақсы да Atomy компаниясы, то что бұл жерде жұмыс жасаған адамға компания реально мүмкіндік береді табысқа шығуға. А мына жерде тұрған адам, хоть 2 жыл бұрын келіп, астында қараңыздар қаншама адам бар. Бірақ өзі мына жағына бір адам тіркемесе, оң жағына ол қалай табысқа шығады? Видите, бәрі ондай не жасалып қойған. Кейбір қыздар былай сұрайды. Таргетта отырамыз, онда адамдар келеді рекламадан бизнесқа. Бәрі легких денег хотят, люди хотят легких денег, не хотят работать. Өйтіп айтады маған. Мен айтамын, сіз тіркелдіңіз, астыңызда 2 беткіңіз болады, біреуін мен сізге тіркеп беремін, біреуін өзіңіз тіркеу керексіз десем, ол айтады да, мен тіркемесем бола ма дейді. Сонда айтамын, қалайсыз? Сонда ойлайсыз, сонда мен жұмыс жасап, мен қиналамын, бірақ сіз табыс табу керексіз. Жоқ, компанияда специальная бинарная система. То есть мен сізге көмек беремін, адам тіркеп 50% жұмысты мен жасап беремін. Но егер сіз өзіңіз жұмыс жасамасаңыз қалған 50%-та, все, сіз табысқа шықпайсыз мінекей. Ол справедливый маркетинг план бұл. Неліктен мына жақта бір адам өліп жұмыс жасау керек, мына жақта ешкім жұмыс жасамай ақша табу керек. То есть бәрі справедливый, ақша тапқың келе ма, жұмыс жаса. То есть Atomy-да солай. Неліктен мына оң жақ беткі полностью сол адамдікі, өйткені сол жұмыс жасаған адам ғана табысқа шығады. Мысалға бар бізде партнерлар жоғарыда тұр системада, менде астында мына левый жағында адамдар көп, міне миллиондап товарынан өтеді, бірақ өзінің оң жағына 1-2 адам ғана тіркеп тоқтап тұр. Әрине бұл адам табысқа шықпайды, өйткені жұмыс жасап жатқан жоқ, жұмыс жоқ бұл жерде. Ал егер бізде бір партнерлар бар, допустим, мына жерде тұр да, мына кісіден кейін 1,5 жылдан кейін келді, тек 1,5 жылдан кейін. Но она начала работать, адам тіркеп жатыр, бұның адамдар тіркеп. И мына адам мынаған қарағанда тезірек шығып кетеді, даже ол адам жоғары тұрса да. Себебі маркетинг план справедливый. Кім жұмыс жасайды, сол ғана ақша алады. Сондықтан ойлап қалмаңыздар, иә? Мысалы, мен бүгін кеш келсем Atomy-ға мен табысқа шықпаймын деп. Жоқ, бұл жерде уақытқа байланысты емес. Реально кім жұмыс жасайды, сол ғана ақша алады. Жұмыс жасамаған адам жоғары жақта тұрса да, жұмыс астында миллиондап товарынан өтіп жатса да, егер өз жағынан оң жақ беткісін алып кетпесе, ол жұмыс жасауға ақша алмайды. Мен ойлаймын, ол өте мықты жасалған деп, справедливый маркетинг план. Сол, онда осымен, наверное, эфирімізді аяқтайық. Так. Барлықтарыңызға түсінікті болды деген ойдамын. Эфирді сақтап қоям. Сұрақтарыңыз болса, сосын біздің чатқа жазсаңыздар болады. Егер араларыңызда әлі Atomy-да тіркелмеген партнерлар болса, жұмыс жасап көргілеріңіз келсе,
пожалуйста, WhatsApp номеріме жазыңыздар, дайректке шықсаңыздар болады. Сол, барлықтарыңызға сау болыңыздар деймін. Қайырлы кеш.